Ассалаумағалейкум баршаңызға. Әлемге тардай шашыраған қазақтардың біраз бөлігі, яғни 200 мыңға жуығы Монғолия мемлекетінде тіршілік етуде. Аталмыш Монғолия қазақтары каналында осы Монғолия мемлекеті қазақтарынан шыққан керемет, яғни халықаралық терминде айтқанда хит өнер туындыларының жинағын көре аласыздар. Яғни бай өлке аймағындағы белгілі Аяна Продакшн, Студио Тимур, Соңғы тұяқ Продакшн, Гауһар фото студиясы, Айдо студиясы, Нұрфото студиясы сияқты өнер орталарынан шыққан туындыларды шығарамыз. Мұнымен қатар табиғи жерлер, жаңа вайымдар топтамасы жүктеледі. Отандық туындыны қолдап, каналға жазылып, ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басып, пікір қалдырыңыз. Нендей бейне жазба қалайтыныңызды әр бейне жазбасындағы комментарияға пікір қалдыру арқылы білдіре аласыздар. Сонымен қатар бұл каналда ақын, жазушы, композитор, Монғолия мәдениетінің озат қызметкері Қуатбек Бәдиұлы, Мұратбек Бәдиұлы және де Монғолия дауысы, Қазақстан дауысы тележобаларына қатысқан Баян-Өлгей аймағының қазақтары әнші Сағын Бейбітшілік қызының әндері, бейне клиптері, Тимур, Бердібек, Айберген Қозы сияқты жаңа жас рэперлердің рэптері, гитарамен орындалған каверлер, Монғолия қазақтарымен жасалған тілші сұхбаттары, Монғолия қазақтарының қазақстандық және монғолиялық отандық телешоуларына қатысуы және Баян-Өлгей аймағының 14 сұмынына арналған ән өлеңдерді тыңдай аласыздар. Монғолия қазақтары қазақ халқының үлкен өнер ошақтарының бірі болса да, әйтсе де бастары қосыла алмай жүр. Небір ортақ ұлттық өнер орталығы жоқ. Монғолияның астанасы Улан-Батыр мен Бай-Өлкеден басқа қазақ өнерінің жайы өте қиын. Монғолия қазақтарының өнері жоқ емес, бар. Тегі анда-мұнда сандалған, жосылған, қазақтың дәл өзіндей тарап кеткен. Бұл керемет өнер туындыларын бір жерге топтастыру біздің құзырымызға, міндетімізге жататыны ақиқат. Ендеше Монғолия қазақтар өнеріне жанашыр осы каналды дамытайық ағайын. Алтай, Іле, Тарбағатай қазақтарының әндері атты канал сияқты бұл каналда тек Монғолия қазақтарының өнер туындылары көрсетілетін болады. Бүгінге осы, келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.